Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін 31 қаңтар ақын диссидент Арон Атабектің туған күні. Тірі болса 70 жасқа келер еді. Туыстары, үзеңгілестері марқұмды еске алып, зират басына барды. Қызы әкесінің толық ақталуын талап етеді. Алматының таулы аймағындағы мұсылман зираты. Диссидент ақын Арон Атабек 2021 жылдың қарашасында осы жерге жерленген. Бүгін 31 қаңтар оның туған күні. Қабір басында диссидент рухына қызы мен жолдастары Құран оқи барған. Арон Атабектің есімі 2006 жылы Шаңырақ оқиғасы кезінде көпке кеңінен танылды. Ал досы оның күрес жолы өткен ғасырдың 70 жылдары басталғанын айтады. Негізінен Арон Атабек ол Ресейдің қазағы ғой, Ресейде туып өскен. Әкесі диссидент, өзі Сталиннің лагерінде болған, кішкентай кезден саяси өте сауатты болған болар. Марқұм Рашид інісі екеуі. Сол 70 жылдары анау қазақылығымыз жоғалтып алмайық деп Қазақстанға ертерек көшіп келіп, сол жаңа университет Казгу ол кезде Киров атындағы қазақ мемлекеттік университет деп аталды. Соны бітіргеннен кейін ол кісі көп ұзамай 86 жылдағы көтеріліс болады. Сол 86 көтеріліске қатысады. Інісі Рашид екеуі қудаланады, біраз қашып тығылып жүруге мәжбүр болады жаңағы саяжайларда. Содан кейін 90 жылы Алаш ұлт-азаттық партиясын құрды. Атабек құрған Алаш партиясы Қазақстанға тәуелсіз әперуді көздеді. Диссидент осы жолда күресті. Қазақстан азаттық алған соң да Арон Атабек саяси ісін тоқтатқан жоқ. Елді Нұрсұлтан Назарбаевтың басқаруына қарсы болды. 2021 жылы абақтыдан көз жұмарынан 2 ай бұрын ғана шыққан диссидентті туыстары толық ақтап алғысы келеді. Бас прокуратура оған негіз жоқ деп жауап берген. Бірақ қызы әкесінің туған күнінде президентке үндеу жолдады. Әкемнің туған күнінде оны ақтауын, шаңырақ ісін қайта қарауды талап етіп, Тоқаев мырзаға тағы да видео үндеу жолдадым. Президент мырза мені естиді деп үміттенемін. Себебі бұл менің ғана емес, Арон Атабекті аза тұтқан барша қазақтың мұңы. Арон Атабек 2006 жылы Шаңырақ оқиғасына қатысып 18 жылға сотталған. Түрмеде 15 жыл отырды. Ақтық темі қалғанша өзіне тағылған айыпты мойындамады.